Сәлем достар, сіздермен бір Ершаттың көңілдерін алса, біз бүгін кірпі тауып алдық. Келіп көрсетші. Жатыр басым жауып алып. Түнгі видеосы сіздермен. Достар, қазір мынауын басын шығартатын боламыз. Сіздерге көрсетеміз. Dostlar hani basın çıkardı. Dostlar gazımdan ıslık üretim bulan. Gittik. Şöyle otur. Ay! Na, kolakpен ıslık көрейік. Dostlar мен кірпіні ысlık көрген жоқпын, енді ысlık көрейін деп жатырмын. Мына сырттан да тікені болғаннан кейін мен қолақпен ысlık көрейін деп жатырмын. Қараңдар. Вот осындай болады. Достар, міне басқа тайғыны шықты. Қараңыздар. Ани, құттай жер көрініп тұр. Басын шығар. Шықпай тұр басы. Достар, оны тартын кеден ұстайды дейсіздер ме бізді? Бұны біз ұстамыз керсек, онда біз мұнаның ішіне бүйтіп салып қоя аламыз, лақтыра аламыз деп пе? Достар, менің каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, подписка жасаңыздар, қоңыраушаны бас кетіңіздер, лайк бас кетіңіздер. Мынағындай қысаған. Сіздер де кіріп ысlık көрдіңіздер ме? Достар, сіздер кірпі неше ысlık көрдіңіздер, соны комментария жазып кетіңіздер. Мен соны қарайтын боламын. Амаға оянған тағы да бір көрсететін боламын. Мына бет шығып алайын сосын деп бі. Достарына қозғалып жатыр. Кетті. Міне қолбақ қайда. Көрдіңіздер ме? Зыт бара тұр достар. Енді достар, қазір басына шыққаннан көрсететін боламыз. Кеттік. Достар, менің фобиямды көрген шығарсыздар. Мынаған сырттары тікен, қатты. Мен мынаны дәл алдыма, дәл басымен, дәл мен басым етіп отыр. Достар, тағы да айтып кетейін. Арнаға комментарий жазып кетіңіздер, подписка жасап кетіңіздер, мені қолдап, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен мына кірпі сырттары қатты, тікенектері бар, айттым. Мен ол үшін қолыма мынандай перчатка киіп алдым, күшті. Достар, қараңдар, мен құттай басын ашып тұрмын. Істей алмай қалдым сосын. Не деген қатты тастай тас мынау басы. Больницадан бала шығарып алдық. Қалайсыздар? Достар, қазір мынаны мен жерге қоям. Сосын біз үндемей, түндемей бақылаймыз. Әлде ананы ішіне салайын ба? Оператор. Не қа? Yes. Ne қа бүйтіп.
Достар, біздің кірпіміз қашып кетті, бізбен қоштасып кетті. Рахметін айтып, ал сіздермен де бізде қоштасайын деп жатырмыз. Сау болыңыздар.